Баршаңызға сәлем достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Бүгін біз инвестиция арқылы табыс табатын боламыз. Бұл жақта ең төмен құятын суммамыз $15 басталады. Толықтай бұл жақта қалай регистрация өту керек, қалай пополнение жасау керек, және де бұл жақта қалай ақшаны шығару керек. Қазір сіздердің көздерінше көрсететін боламын, және де ақшаны көздерінше шығарып көрсететін боламын. Кеттік. Ең бірінші достар, регистрация өту керек. Сілтемесін описание қалдырып кетемін. Сілтеме арқылы кіресіздер осы сайтқа. Одан кейін регистрациясы өте оңай, өзіңіздің логиніңізді жазасыз, пароль ойлап табасыз и регистрация деген түймені басасыздар. Кіргеннен кейін бұл жақта ең бірінші бізге ақша құю керек. Ақша құймасаңыз бұл жақта ешқандай табыс болмайды, тек қана табыс ол реферальный программада бар әрине. Бірақ та егер де сіз реферальный программаны қолданбасаңыз, онда бұл жақта ешқандай табыс көзі жоқ. Сондықтан ең бірінші біз перезарядка жасаймыз, осы түймені басамыз, перезарядка деген түймені. Және де бізге сет таңдау керек. 320, 3x, Web20 или BNB. Әрине біздің нұсқамызда көп қолданатын сет 320 USDT. Осы адрес кошелекті скопировать етіп аламыз, және де осы адрес кошелекқа $15 жіберетін боламыз. Жібергеннен кейін сіздің шотыңызға түседі 1-4 минут аралықта. Одан кейін аяқта майнинг пул деген тұрады. Ол жақта сізде автоматически қосылатын болады, яғни $15-ға сізде майнинг жүріп отырады автоматически түрде. Бірақ та нақтылап сізге ежедневный доход, күнделік табысыңыз қанша екені мына жақта көрсетіліп тұрады. Яғни менде мысалы $1.77 USDT. Орта жаққа назар салсаңыздар, мына жақта бізде майнинг счет жүріп жатыр, яғни доллар бізге каждый секунд сайын копейк түсіп жатыр. Астыңғы жағында бізде шкала бар. Бұл шкала полностью толғаннан кейін автоматически қайтадан артқа барады и қайтадан 0 USDT-ден тола бастайды. Яғни мынау $1.77 USDT-ға дейін толады да, толғаннан кейін қайтадан басынан бастайды. И толғаннан кейін төмен жақта сіздердің аяқта тұрады. Алу керек деп тұрады. Мысалы, полученныйға кірсем, мен уже 1 рет қана алдым, міне $1.77 USDT. Мен қазір ғана шешіп алған болатын, бірақ шотымда жатыр. Ендігі сәтте бұны мен өзім биржама шешу керекпін. Яғни Binance, Bybit или некоциональный кошелектарға кез келген USDT адрес кошелек бар, мен сол кошелекқа шеше аламын. Оны шешу үшін қайтан дом деген бөлімге өтемін. Одан кейін отзывать деген түйме тұр, осын басамын. Және де адрес для вывода средств дегенге біз өзіміздің адрес кошелегімізді енгіземіз. Ол жақта енгізбестен бұрын бізге 320 немесе Web20 сол сетті таңдап алу керек. Әрине біз 320 таңдаймыз, мынаяққа адрес өзіміздің қоямыз. Асы жағына сумма жазамыз $1.77 USDT деп. Пароль безопасности, бастапқыда регистрация өткен кезде сіз пароль безопасности ойлап тауып жазасыз. Соны енді каждый раз ақша шешерде осыны енгізіп отырасыздар. Поддержать деген түймені басамын. Успешно снятные средства деп шықты. Яғни расымен бірінші ақшамызды шешіп көрдік. Енді қазір Каспи енді Binance биржаға түсеме жоқ па, сол жайлы қазір көретін боламыз. Одан бөлек достар, бастапқыда айтып кеткен партнерская программа бар. Бұл жақта 3 сеточканы реферальный программада құрастырылған level 1-ден 3-ге дейін. Біріншісі бізде қателеспесем 10% көрсетеді, екіншісі 7%, үшіншісі бізде 1% құрайды. Өзіңіздің жеке сілтемеңізді алу үшін мына жоғары жақта көрсетіліп тұр, осыны скопировать етіп аласыз және елдерге тарататын боласыз. Міне достар, шығарған $1.77 USDT-іміз сәтті келіп түсті. Енді қалған табыстар түсе ме, түспей ме, оны менің Telegram группамнан бақылап отыра аласыздар. Telegram группаның сілтемесі описанияда тұр, кіріп тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болғанша.